Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Біз бүгін Америка құрама штаттары жайлы, экономикасы туралы және ең бастысы олар дәл қазіргі Америкадағы қуатты экономиканы қалай құра алды деген сұраққа жауап береміз. Экономика мен оның салаларына қызығатын көрермен үшін бұл видео көптеген фактілер мен жаңа экономикалық әрі саяси жаңалықтарға толы болады. Сол себепті видеоға лайк басуыңызды сұраймыз. Рахмет. Жер шарындағы 7,5 миллиард адамның 336 миллионына Америка құрама штаттарының азаматы болу бақыты бұйырған екен. Онша көп емес, бар болған әлем халқының 4,2%. Алайда осы 4,2% адам әлемдегі бар тауар мен қызметтің 25%-ын тұтынады. Экономикалық тұрғыда Америка құрама штаттарының әлеуетін түсіндіру үшін мына бір формуланы назарларыңызға ұсынамын. Қытай Халық Республикасы плюс Үндістан плюс Ресей Федерациясы тең Америка құрама штаттарының экономикалық әлеуеті. Немесе Американың бір ғана штаты Калифорнияның ішкі жалпы өнімі Азия елдерімен салыстырмай-ақ қоялық, Европаның дамыған деген елдерінің ішкі жалпы өнімімен бәсекелесе алады. Міне бұл Америка құрама штаттары нағыз дамыған, жай ғана дамыған емес, бүкіл әлемнен жеке дара дамыған экономика. Біз осы экономикалық дамудың құпиясын көп іздедік және таптық. Америка экономикасы қалай қуатты болып алды? Әуелі көпшілік осы деп ойлайтын, алайда қателесетін салалар туралы айталық. Бірінші, сауда саласы. Американың географиялық орналасуы сауда-саттыққа аса қолайлы. Шығысында Атлант мұхиты арқылы Европамен, ал батысында Тынық мұхиты арқылы Азиямен сауда байланысын орнатты. Әрі солтүстік және оңтүстік Американы бөлетін Панама каналы да сауда байланысын жаңғыртты. Алғашында Американың батыс-шығыс бөлігі сауданың арқасында жақсы дамыды, ал батыста әлі экономикалық даму жоқ еді. Олардың Дикий Запад, яғни жабайы батыс термині сол кезде енген еді. Кейіннен Панама каналы салынып, оны Америка уысында ұстағаннан соң Батыс Америкада дами бастады. Көптеген азаматтар Америка құрама штаттарының экономикасын бүгінгі деңгейге жеткізген дәл осы сауда және қызмет көрсету саласы деп есептейді. Бұған себеп те бар. Яғни Америка құрама штаттарының ішкі жалпы өнімінің 79%-ын дәл осы сауда және қызмет көрсету саласы алып тұр. Америка тығыз сауда байланысын орнатқан елдер экономикалар жылдам дамиды. Бұл процеске экономистер экономикалық ғажайып деп атта қойып алған. Ол елдер Жапония, Германия, Оңтүстік Корея, Қытай. Осы елдермен Америка құрама штаттары тығыз сауда байланысын орнатқанда экономикалары жылдам өсті. Ал бүгінде Германия мен Қытай тауарларының басты тұтынушысы америкалықтар. Ал Жапония мен Оңтүстік Корея тауарларының басты тұтынушысы қытайлар, американдықтар екінші орында. Видеоны дәл осы жерден тоқтатып болды. Бәрін қоямыз, сауда мен қызмет көрсету саласына басымдық береміз. Сонда біз де өз экономикамызды Американың экономикасындай қуатты етеміз деуге болар еді. Алайда Нидерланды мен Израиль экономикаларындағы сауда саласындағы ішкі жалпы өнім көрсеткіші Америкамен шамалас, ал Гонконг бұл жағынан америкалықтардан алда. Соған қарамастан, Гонконгтың экономикасы дәл Америка құрама штаттарының экономикасындай қуатты емес. Яғни Американың экономикасының құпиясы саудада емес. Келесі нұсқа. Америка экономикасының құпиясы Америка әскерінде. Америка құрама штаттарының қазіргі әскери әлеуеті әрине өте күшті. 1,395,000 жауынгері бар. Әскери бюджеті $754 миллиард құрайды. Ауғанстандағы сәтсіздігін есепке алмасақ, қазіргі замандағы соғысып көрген ең қуатты әскер саналады. Соғысып көрген әскер әрине соғыс көрмеген әскерден мықтырақ болады. Мысалға, Қытай Халық Республикасының да әскери әлеуеті мықты, бірақ Қытай әскері соғыс көрмеген әскер. Қазақстанның әскері де сол сияқты. Америка құрама штаттарының экономикалық әлеуетіне әрине әскердің көмегі көп тиді. Бір кездері панамалықтар Колумбияның отары еді. Америка құрама штаттары әскери күші арқылы оларға Колумбиядан бостандық сыйлап, Панама каналын салып, оны 1999 жылға дейін өз бақылауында ұстады. Соғыс ашқан елдерге террор деп айыптауға құмар америкалықтардың қазіргі Калифорния, Невада, Техас, Аризона, Нью-Мексико сияқты штаттардың бір кездері Мексиканың заңды территориялары еді. Бұл жерлерде Америка құрама штаттарының әскери күшінің арқасында иелігіне өтті. Соған қарамастан Америка құрама штаттарының экономикасын көтерген әскери әлеуеті деп айта алмаймыз. Біріншіден, әскери салаға көп қаржы жұмсайды. Екіншіден,
Америка сияқты солтүстік Кореяның да әскери әлеуеті қуатты, ал ол солтүстік Корея экономикасына оң әсер етіп жатыр деп айта аламыз ба? Әрине жоқ. Америка құрама штаттарының да әскери әлеуеті оның экономикасына әсері аз. Үшінші нұсқа жаңа технологиялар мен ғылым білім. Қазіргі әлемдегі ең бай 10 компанияның 8-і америкалық компаниялар, әрі Америка заңдары, ғалымдары мен өнер табысты жақсы қорғайды. Соған қарамастан технологиялар мен ғылым білім Америка құрама штаттарының экономикасын көтеріп тұр деп айта алмаймыз. Себебі жапондар мен кореялықтар да ғылым мен білімнің дамуына жұмыс жасады. Бұл әрине өз нәтижесін берді, алайда америкалықтарды сол жолда бола тұра экономикалық тұрғыдан алды. Тіпті өнер білімнің ошағы саналатын Еуропадан да озды. Тек бұл сала қазіргі Америка үкіметіне көп табыс түсірмейді, яғни экономиканың діңгегі деп айта алмаймыз. Мүмкін Америка экономикасының діңгегі доллар шығар. Дәл осы әлемдік резервтік валюта саналатын доллардың отаны Америка құрама штаттары. 1920 жылы Ұлыбританиялық фунт стерлингті ығыстырып, доллар резервтік валютаға айналды. Алайда Америка құрама штаттарының экономикасын көтеру мақсатында әлі доллар тікелей тартылған жоқ. Тарихта жанама ғана әсер ететін іс-қимылдар болды. Мысалға, 2008 жылғы кризистен шығу үшін долларды пайдаланды. Алайда доллар бағамы еркін толқушы валюталық курс. Доллармен ойнау Америка құрама штаттары үшін отпен ойнаумен тең болар еді. Сондықтан бұл нұсқаны да сызып тасталық. Америка құрама штаттары экономикалық әлеуетінің сыры неде? Дұрыс жауабын айтпас бұрын тарихқа сәл шегініс жасайық. 1776 жыл, 4 шілде. Америка құрама штаттары тәуелсіздік декларациясын қабылдайды. Ал ол кезде қазақ даласында Абылай хан билік құрып тұрды. Америка құрама штаттарының тәуелсіздік декларациясына биыл 246 жыл. Ұлыбританиядан бөлініп тәуелсіз мемлекет атанғанына 246 жыл. Сол кезде тәуелсіздік декларациясын қабылдаған адамдарды қазіргі америкалықтар қандай құрметтейтінін білсеңіз ғой. Олар құрметке лайық. Алғашқы президент болып Джордж Вашингтон сайланды. Ол 4 жылдан 2 рет, яғни 8 жыл президент болды. Ол да президенттік мерзімін созуға мүмкіндігі болды, алайда ол ондай қадамға бармады. 30 жыл билікке жабысып отырмады. Келесі президент болып Джон Адамс сайланды. Адамзат тарихында бірінші рет заңды түрде ешқандай қан төгіссіз демократиялық принциптердің ықпалымен басшы ауысты. Ол кезде тек жер иеленуші ақ нәсілділер ғана дауыс берді десек те, бұл үлкен бетбұрыс еді. Сол кезден бері 225 жыл өтті. Америка құрама штаттарында басшылар бірінен кейін бірі ауысып жатты. Бірі сауда саласын дамытуға күш салды, бірі әскери әлеуетіне, енді бірі технологиялық дамуды қолға алды. Ең бастысы, мемлекеттік басқару жүйесі жақсы жұмыс жасады. Американың 46 президентінің ешбірі билікте 30 жылдап отырған жоқ. Ешбірі президенттік мерзімін 7 жылға создырған жоқ. Ешбірі менен басқа президент болар ешкім жоқ, маған еріңдер, келесісі мүлдем жаман болады деген жоқ. Осы аралықта Америкада мыңдаған митингтер мен шерулер өтсе де, бірде-бір президент ескертусіз оқ атуға бұйрық берген жоқ. Түсінесіз бе? Америка Клинтонға да, Обама мен Бушқа да, Трамп пен Байденге де байланып тұрған жоқ. Ешбір президентке артықшылық берілген жоқ. Қанша жерден ақылды болса да, елді жақсы басқарса да, бәрі мерзімі жеткенде орындарын босатты. Америка құрама штаттарының экономикалық өсімінің жалғыз құпиясы осы. Әлемде Америкадан әлде қайда бай елдер көп, алайда ол елдердегі басқару жүйесі нашар немесе жақсы болса да кеш орныққан. Ал біздің елімізде әлі де ондай басқару жүйесі орныққан жоқ. Америкалықтар 1776 жылы жасаған тірлікті біз 2022 жылы жасай алмай отырмыз. Біз Америкадан 246 жылға артта қалған екенбіз ғой. Егер осылай жалғастыра берсек, 7 жылдан соң 253 жылға артта қалған боламыз. Қай жерге барып тоқтайды екенбіз? Қарапайым экономика арнасы. Көріңіз, тіркеліңіз, лайк басыңыз. Арнамызға өтіп басқа да пайдалы экономикалық қызықты видеоларды көріңіз. Аман, сау болыңыз.